Бай және жетістікке жеткен адамдардың 10 әдеттері. Бірінші әдет, олар өз уақыттарын ұқыпты, эффективно қолданады. Жетістікке жеткен адамдар уақытын дұрыс қолданады. Олар өздерінің жұмыстарын, задачаларын приоритет қояды, қайсын жасау керек, қайсын жасамау керек, соны талдап жасайды. Және де олар өз уақыттарын алатын керек емес заттарға жұмсамайды, яғни артық ойын ойнап қою, артық телефон шұқылап қою деген сияқты босқа уақытын құртпайды. Олар өз уақыттарын дұрыс қолданып, дұрыс нәтижеге, дұрыс жетістікке жетуге тырысады. Жетістікке жеткен адамдарды көбісі рисковать етеді. Жетістікке жететін адамдар, олар рисковать етуден қатты қорықпайды. Олар түсінеді, жетістікке жету үшін олар өздерінің зона комфортасынан шығып, риск алып, алдыға жылжу керек екенін түсіне бастайды. Яғни рискке көп барады. Даже олар егерде риск алып қателік жасаса, сол қателіктен олар сабақ алып, келесі жолы ол қателік жасамауға тырысады және тоқтамай алдыға қарай жылжи береді. Жетістікке жететін адамдар көбінесе олар жақсы шешім қабылдайды. Жетістікке жететін адамдар шешім қабылдайды және олар проблемаға көп көңіл бөлмейді, яғни өзінің решение қабылдауға тырысады. Олар тек проблеманы ғана көрмейді, ол проблеманың шешу жолдарын ғана көре бастайды, жаңа жолдарын, жаңа мүмкіндіктерді қарай бастайды. Олар шешім қабылдаған кезде оңайлықпен шешім қабылдайды, бірден жасап кетуге тырысады. Олар оңайлықпен жеңілмейді, оңайлықпен тоқтап қалмайды. Олар әрқашанда жетістікке жетуге тырысады. Жетістікке жететін адамдардың көбісі олар әрқашанда білім алып отырады, білімдерін жаңартып отырады. Жетістікке жететін адамдар олар өмір бойы білім алады, өмір бойы дамып отырады, тоқтамайды. Олар көп кітап оқиды, семинарларға қатысады, өздеріне наставник іздейді. Сол наставник оларға көмектеседі, дамуға жәрдемдеседі. Көбінесе жетістікке жеткен адамдардың көбісінде наставниктер бар. Жетістікке жететін адамдардың көбісі басқа адамдармен қарым-қатынас жақсы жасайды. Басқалармен араласады, общение ұстайды, жақсы достасуға тырысады, көп дос іздеуге тырысады. Олар түсінеді, жетістікке жету үшін таныс керек, яғни әрбір таныс ол бір жаңа мүмкіндік болып, мүмкіндік десе де болады. Сол таныстар арқылы бір мүмкіндіктер шығып отырады. Және де сол адамдармен танысу арқылы өздерінің мүмкіндіктерін жетістіктеріне жетуге жақсы көмектесе алады. Жетістікке жететін адамдардың көбісі шүкіршіл болады. Жетістікке жеткен адамдар олар шүкіршілік айтып, бар нәрсесінің қадірін біліп отырады. Сол жетістікке жеткен адамдар шүкіршілік айтқан сайын олардың позитивті көңіл күйі көтеріліп, оптимистичный болып кетеді. И осы жақсы көмектеседі. Қиын кезеңдерде сол шүкіршілік айту адамға өте сонда қатты жақсы көмектеседі. Жетістікке жететін адамдар олар әрқашан өздерінің денсаулықтарын қадағалап отырады. Жетістікке жеткен адамдардың олар денсаулықтың қандай маңызы бар екенін түсінеді. Жетістікке жететін адамдар дұрыс тамақтану, дұрыс питание, физический упражненияларды жасауға тырысады. И олар өздерінің денсаулықтарына қарайды. Сол жетістікке жеткен адамдар дұрыс тамақтану арқылы, сонда физкультура жасау арқылы олар энергия алып, жаңа жетістіктерге жетуге сондай энергия пайда болады. Ол жақсы көмектеседі. Жетістікке жететін адамдар, олар бір қателік, неудача болып қалған жағдайда, олар қайтып қалмайды екен. Олар до конца жүреді, жылжи береді, алдыға жылжи береді. Қиындықтар шыға ма, тоқтамайды. Сол қиындықтарды, проблемаларды шешуге тырысады. Жетістікке жететін адамдар, олар түсінеді, ол проблема, ол жетістікке жету жолында сондай бір сабақ сияқты, ол естественный нәрсе екенін түсіне бастайды. Сол қиындықты шешкеннен кейін ол жетістікке уже жету оңайлырақ болады, түсінеді. Ол сабақ алады содан. Сол жетістікке жететін адамдар өздерінің қателіктерін сабақ алады и келесі жолы оны қайталамай мүмкіндік ретінде басқа жолдарын көре бастайды. Сол жетістікке жететін адамдар әрқашанда сол упорствосы бар ғой, энергия, упорство, тоқтамай жетістікке жетуге тырысады. И солай Құдай қаласа түбінде олар жетістікке жетіп жатады. Осымен жетістікке жететін адамдардың 10 әдеті жайлы айтып кеттік. Осы айтылған насихаттардың бәрі негізі өзіме айтылған. Егер де сізге пайдалы болса, өздеріңізге де қолдансаңыз болады. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.